Аюдан құлынын құтқарған бие. Аюдың тырнағынан құлынын құтқарып, бауыр еті үшін арқа етін садақ еткен бие, қан жоса болған қалпында құлынын емізіп тұр. Тірі жанды есін алардай, күркірей ұмтылған қорқауға құлынын бермей, шоқтығын беріп аман қалыпты деседі. Бұл көрініске көңіл толқымай, жүрек шымырқанбай қарау мүмкін бесірі. Қандай талауға түссе де құлын аман, енесіне сол медетау, жарақаты да, басқасы да ананың құлынына деген махаббатына бөгет емес, тәлтіректей әзер тұрса да, емірене иіп тұр. Баласы үшін ажалдан ана ғана қаймықпайды. Бауыр еті баласына қауіп төнгенде от жалынсыз, су ағынсыз анаға. Қансыраған өлі жүні ұйысқан көтерем бие, алаңсыз құлын. Сұрықсыз сурет, бірақ жүректі елжіретер көрініс. Ана махаббатының құдіретін жеткізуге сөз керек емес, осы бір сурет жеткілікті. Бірақ жұмыр жердің бетіндегі ең жоғары даму сатысындағы тіршілік иесі саналатын адамның бәрі осы бие құрлы баласына қамқор ма? Қағынан жерген ана сәбиін қоқысқа тастаған бейбақтар да барау арамызда. Құлын үшін шырқырай жанын беруге әзір болған биенің осы күйі көрген жанды сан түрлі ойға жетелегені анық. Құлынды биені аңдыған ажалда, ажалмен арпалысқан шайқаста, қорғанышта, құрбандықта, мейірімде, махаббатта қатар көрініс тапқан кадр. Жалғыз кадр. Тіршілік жалғасат аналардың арқасында. Тіршілік жалғасат ананың бауырында. Айнұр Мұратова, Казюнет сайтынан алынды.